Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын таңқурай қосылған пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен песочный қамыр дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып, венчикпен араластырамыз. Ыдысымызға қаймағымызды, жұмыртқамызды және де құмшекерімізді салып, барлығын тағы венчикпен араластырамыз. Құрғақ ингредиенттеріміздің үстіне мұздай морозиліңнен шыққан сары майымызды үккіштен осылай өткіземіз. Және де барлығын қолымыздың көмегімен езгілеп крошка жасаймыз. Қамырымыздың орта жағына қаймақты массамызды құйып, қамыр илейміз. Песочный қамыр қолдың жылуын ұнатпайтын болғандықтан жылдам илейміз. Егер сіздер ұзақ илейтін болсаңыздар, сіздердің песочный қамырларыңыз піскен кезде өте қатты болып шығып қалуы мүмкін. Міне біздің қамырымыз дайын болды, осындай жұмсақ болып шықты. Енді қамырымыздың бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Сонан соң диаметрі 24 сантиметрлік формамызға қамырды осылай қолымызбен жайып шығамыз. Салмамыз дайын болғанша қамырымызды тағы холодильникке сала тұрамыз. Салмасын дайындау үшін кеңірек ыдысымызға жұмыртқамызды, құмшекерімізді және де жүгері крахмалымызды салып, барлығын венчикпен араластырамыз. Сонан соң қаймағымызды және де таңқурай пюресін қосып, барлығын бір текті масса болғанша жақсылап араластырамыз. Салмамызды қамырымыздың бетінен құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Беткі жағына таңқурайдан осылай салсаңыздар болады. Менде мұздатылған таңқурай. Біздің пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.